Сәлем достар, бүгінгі видеода дамские пальчики атты өте нәзік және жасалуы оңай тортын дайындаймыз. Алдымен кастрюльге су, сүт құйып, сармай салып, тұзымызды себеміз. Судан соң отқа қойып, сармай толықтай ергенше араластырып, ұнымызды саламыз. Осындай қою масса шығуы тиіс. Массамызды бөлек ыдысқа салып, 15 минут суытамыз. Жұмыртқаны бір-бірлеп осы масса үстіне сала отырып, миксермен араластырамыз. Шыққан массамызды кондитер мешогіне салып, пергамент қағазына арасын жақын қылмай, қалаған формада құйып шығамыз. 190 градусқа қызып тұрған пешімізде 20-25 минут пісіреміз. Міне осындай өте жұмсақ болып піседі. Кремін дайындаймыз. Қоюландырылған сүтке 20-25% қою қаймақ қосып араластырамыз. Печеньдерді кремге батырып, формаға саламыз. Қалған кремді үстіне құйып, пищевой пленкамен бетін жауып, тоңазытқышқа 2-3 сағатқа салып қоямыз. Шоколадты ертіп, бетіне әсемдеп құямыз. Міне біздің жұмсақ, нәзік, әдемі тортымыз дайын болды. Сізбен бірге болған асхана әлемі. Торттың рецептісі ұнап жатса, лайк басып, комментарий қалдырып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.